Ел есінде 1 жыл қалғың келсе, ас бер. 10 жыл қалғың келсе, ағаш отырғыз. Ал мәңгі қалғың келсе, бала тәрбиеле дейді халық даналығы. Мен үшін ең қастерлі де қасиетті мамандық ол ұстаздық. Мен Истибаева Эльмира Даулетовна, Алматы облысы Ақсу ауданы Жансүгіров атындағы орта мектебінің ағылшын тілі пәні мұғалімімін. Адамның адамшылдығы жақсы ұстаздан болады деп ұлы атамыз айтқан, осынау қастерлі мамандықтың иесі атанғаныма 16 жылдан аса уақыт болды. Қиыны мен жеңілі, қызығы мен қуанышы мол болған еңбек жолындағы педагогикалық ұстанымым үнемі жаңалыққа ұмтылып, алдыңғы қатардан көріну және әр оқушының бойынан жақсылық тауып, бұлақтың көзін ашу арқылы биік мақсаттарға жетелеу. Бүгінгі таңда білімдену жүйесінің табысты болуы көбіне қолданылатын оқу әдістеріне тәуелді екені бәрімізге мәлім. Сабақтарында қолданып жүрген әдіс-тәсілдерім білім игеру мақсаттарына қол жеткізуге бағытталған оқытушы мен оқушының бірлескен белсенді әдістері. Оқу мақсатына жетуде ұйымдастырылатын жұмысым шәкірттердің оқып үйрену әдістерінің өзара байланыстылығы осы белсенді әдістерден көрінеді. Оқушыға белсенді бір дәрежеде білім берумен қатар, оқуға, үйренуге деген ықыласын арттыру әр ұстаздың басты міндеті. Сабақ барысында шәкірттердің білімге құштарлығын арттыру, өздігінен ойлау қабілеттерін жандандыру, тілдік дағдыны қалыптастыру, жалпы оқушы бойына жауапкершілік сезімін қалыптастыру ешқашан күн тәртібінен түспейтін мұғалімдерге қойылатын басты талаптарын орындап келемін. Білім барлық уақытта жоғары құндылықтардың бірі болған. Тек білімді, сауатты адам ғана келешек тізгінін қолына ала алады. Менің ұстаздық борышым адамға ғана тән өмір сүре білетін жеке тұлға қалыптастыру деп білемін. Мектепте мұғалім ретінде 100 оқушыны оқытып тәрбиелесем, тренер ретінде облыс мұғалімдерін оқыту арқылы мыңдаған оқушының сапалы білім алуына өз септігімді тигізудемін. Ендеше егемен елдің ертеңіне үлес қосатын, тәуелсіз мемлекеттің саналы ұрпағын саналатын шәкірттерімнің ең ізгі сарайын біліммен сәулелендіріп, белестердің биігінен көру мен үшін үлкен бақыт.